Сіз айтасыз, сол қатындар тәтті болса, неге онда мені жібергісі келмейді? Енді шындыққа тура қарайға, шындықты айтайық енді. Сізді неге жібермейді? Себебі үйге бір жұмысшы керек. Тегін жұмысшы, былай айтқан, тамақ істейтін, үй жинайтын, кір жуатын, әке шешесіне қарайтын, бала туатын, кез келген уақытта сұраған кезде ана жерін беретін үйде бір тегін қатын керек. Соған бола сізді ұстап отыр. Ойламаңыз, сізді сүйіп, сізді жақсы көріп, сізді құлай сүйіп, сізге ғашық болып, сол үшін жібермей отыр деп ойламаңыз. Түсінесіз ба? Қызықтың бәрін ана қатындармен көреді де, сонымен болады, соған ақшасын құртады, сонымен қыдырады, былай айтқанда, соған көңілін бөледі, соған уақытын табады, соған жазады, сонымен кездеседі. Үйге келгенде жағдайын жасайтын бір қара қатын керек болады.